сұхбатымызды бастаймыз. Бөлісіп, таратып, көбейтіп, Facebook'ке салып, сілтемесін беріп, біздің мына су жаңа каналымызға тіркеліңіздер. Енді менің айтайын дегенім, әр қазақ оянсын. Жалғыз Серікжан дым істемейді, жалғыз Әбілязов түк істемейді, жалғыз Ержан Тұрғынбай түк істемейді. Бізге қазір мысалы мен барған кезде Америка Серікжан мынаны барды ана Нұрғауынның төбесінен жарып жібер деп менің қалтама атом бомба салып бермейді. Сіздер бір нәрсе түсініңіздер. Серікжанға атом бомба салып, сосын мен үйге келіп, шай ішіп отырып, жаңа қазымды жеп отырып, Астанаға қаратып, Нұрғауынның анау Нұрордасына қаратып, ана атом бомбаны сіріңкемен тұтатып жібере салады екен деп ойламаңыздар, ондай дүние жоқ. Ауғанстанға қанша триллион доллар кетті? Тек әскерінің өзіне қанша миллиард доллар ақша кетті? Сол ауғаннан ең соңында бүкіл әскерін шегіндіріп, өз күніңді өзің көр деді. Бүкіл ана мемлекетін бақты, бүкіл іріп шіріген ана парақор мемлекетті бақты. Олардың адам болмайтынын білді де тастап шықты. Мысалы, Украина неге демократияға бет алды? Украинаның халқы сауатты. 2009 жылы олар Сталиндік қолдан жасалған ашаршылықта өлген 2,5 миллион украиндықтың мәселесін Біріккен ұлттар ұйымы негізінде көтерді. Сауатты ма? Сауатты. Ал сол кезде 2009 жылы қазақтар үнсіз қалды. Себебі 1931 жылы және 1933 жылы Сталиндік қырған кезінде қолдан жасалған ашаршылықта өлген қазақтың саны 4,5 миллионнан асты. Бір деректерде 5 миллион дейді. Ал соны қазақтар сол кезде көтерілген жоқ. Ал Украинаның зиялылары көтерді, Украинаның қоғам белсенділері көтерді, Біріккен ұлттар ұйымы аясында осы тақырыпты көтерді. Сол 2009-да сондай сауатты украиндар ең соңында Кремльге кетті. Кремльдің бұғауынан, бұғатынан, құрсауынан, шыжымынан құтылды. Ал Кремльден құтылған Украин міне азғантай жылдың ішінде экономикасы қарыштап дамыды. Қалаларын жайнатып жіберді. Қалаларын жайнатып жіберді. Міне бұл демократия. Себебі демократия бар жерде тидау бар, тәртіп бар. Демократия бар жерде анау тесік шелектің тесігі бітеледі. Демократия бар жерде бір адамның, бір кланның, бір топтың шексіз билігіне тыйым салынады. Ал демократия жоқ жерде, диктатура орнаған жерде, Қазақстан сияқты жерде, халқы мөнді бас, жуас кез жерде, интеллигент зиялысы атқа, мансапқа, мәртебеге сатылған жерде, ақшаға сатылған жерде, арын ақшаға айырбастаған жерде, иманын юанға сатқан жерде, міне, бұл жерде ешқашан әділет болмайды. Халықтың өз байлығы өзіне бұйырмайды. Міне қазіргі құрған, міне дүниенің алдында масқара болған, бүкіл қылмыс етегі алған оқиға содан болады. Міне әлгінде ғана Facebook'те бөлістік. Бір күнде 2 әйел қабаттан секіріп өлді. Тағы да. Бұл алдыңғы жолғы 3 баласымен 9-шы қабаттан секірген әйелден бөлек. Тағы 2 әйел секіріп. Бұның барлығы неден? Халық торықты. Сен оның барлығына темір жүйке болмады деп кінәлай алмайсың. Темір жүйке бермеді деп кінәлай алмайсың. Темір жүйкені мына біз сияқты адамдарға берді Құдай. Және тағы басқа адамдарға берді. Көтер алатын жүкті Осман Батырға берді. Көтер алатын жүкті Кенесарыға берді. Көтер алатын жүкті Абылайға берді. Қабанбай Батырға берді. Сол заманда көтер алатын жүкті берді. Ал әлсіз адамдар, жаралмыш әлсіз адамдар. Ал олар бұндай сұмдықты көтер алмайды. Ал егер олар тура осы Америка, Еуропа сияқты ашық, демократиялы қоғамда әділдік бар, тіпті кедей кетшігіне мына мемлекет тарапынан, қайырымдылық топтар, діни топтар тарапынан, адамдық құқық ұйымдар тарапынан, фондтардан тегін азық-түлік тарататын жер болса, олар ешқашан ол күнге қалмас еді. Мынау Нью-Йоркта жүргенде мына тегін азық-түлік беретін жерлерден бірнеше мәрте өттік. Сонда қасымдағы жүрген жігіттер, қыздар айтты, мынау тегін азық-түлік таратады дейді. Ұзыннан ұзақ адамдар тізіліп отыр. Ұзыннан ұзақ тізіліп отыр. Сөйтсе, әлгі жерде тегін азық-түлік таратады екен.
Міне бір қазақ студенттер де айтты, кезінде дейді, жаңағы жұмыс істеуге рұқсатымыз жоқ кезде солардан азық-түлік алдық дейді. Біреу айтқан, бізге халал азық-түлік керек, маған қойдың еті, сиырдың еті керек, ертең кел деген жазып алып қалған. Сонымен ертесі жаңа халал сертификаты бар жәшік етті қолын ұстата салған. Бәлен ай жетік дейді. Міне тегін тамақтар атады. Бұл не? Шын мәнінде Американың енді ғылым техникасымен өндірген өндірісін есепке алмағанда, бұлардың мұнай, газ, жер асты байлығы бізге жетпейді. Ал біздің табиғи байлықтарымызды сату жағынан дүниенің алдыңғы 4-тігіндеміз. Жеріміздің кеңдігінен дүниенің 9-шысымыз. Менделеев таблеткасындағы бүкіл элемент бар. Алтын, күміс, уран бар, мұнай, газ бар. Неге қазақтар аштықтан сорлап отыр? Соның барлығы қазақтың өзінен, кінә өзінен. Мына ұры-қары қарақшыларды 30 жыл бойы білгенін істетіп, соның барлық сұмдығын көріп отырып, барлық зұлымдығын көріп отырып, қазақтардың үнсіз көнуінен. Қазақтардың үнсіз көнуінен. Қазақтар көнбеу керек еді. Қазақтар баяғыда украиндер, грузиндер ұқсап талап қылу керек еді. Енді қазір дүние жүзінде диктатуралық ел Ресей, Беларусь, Қазақстан, Солтүстік Корея қалды. Міне, енді осы диктатуралық елдердің қатарында Қазақстан, Қытайды да, Ресейді де ашық жақтап отыр. Ендеше батыстың назарын аударайық та. Сен көтерілмесең, Америка мен Еуропаның саған жаны ашып, ойбай сендерге обал болыпты, сендер қиналып қапсыңдар, қазақтар, сендер мына домбыра шертіп, жата тұрыңдар, той-тойлай тұрыңдар, мына карантинде қазы-қарта жеп, жал-жая асап, қымыз ішіп отыра тұрыңдар, біз мына сендерге демократия орнатып берейік деп. Бір еуропалық, бір америкалық келмейді. Сен өзің оянуға тиіссің, өзің үшін, ұрпағың үшін. Міне, мына 16 желтоқсан келе жатыр. Сонда құрбан болған қазақтар алды міне шахид болды. Солар кім үшін? Өзін құрбандыққа арнады. Ол үшін. Ал олардың сыйлығы шексіз құдірет иесінің алдында. Себебі олар әділет жолында басын бәйгеге тікті. Әділет жолында басын бәйгеге тікті. Олардың өмірі қысқа болды. Ал сол кезде бұғып қалғандар, сол кезде бұғып қалғандар да өлді. 86 жылы бұғып қалғандар, 86 жылы сол кездегі студенттерді кінәлап мақала жазғандар, аталмыш ақындарың, аталмыш зиялыларың, олардың бәрін наркомандар, нашақорлар деп, сол кезде жазушылар одағында оларды сындағандар, сол кезде Лениншіл жас газетінде солардың бәрін шашынан жұлып отырып, оларды сот залына апарамын деп ант су ішкендер, солар да өлді қазір. Қайда? Дүниені тіреп тұрды ма? Бірақ арын ұятын сатып, ұжданын сатып, қарабет болып өлді. Енді олардың жазасы бұл дүниеде жаманаты қалды. Істеген әлсіздіктері, иттіктері, сатқындықтары, табансыздықтары, майдансыздықтары үшін халықтың сынына қалды. Ал ол дүниеде Құдай оларды босқа қоймайды. Себебі шексіз құдірет иесі оның әрбір іс үшін одан жауап алады. Әрбір іс үшін одан жауап алады. Міне, біздің қазақтарға да керек осы. Сен өлесің. 30-дағыңды өлесің, 20-дағы тыңдап отырғаныңды өлесің, 40-дағы 50-дегінде 60-дағыңды өлесің. Мәселе гап қалай өлуде? Мен сіздерге өзімді мысал келтіргендігімді емес, айыпқа бұйырмаңыздар. Мен де жай кәсіпкер жігіт едім. Бірақ мен 2009-дан бастап әділетсіздікке қарсы күрестім. Қытайдағы қазақтардың әр қайсына $1000 пара алатын Үрімшідегі Қазақстанның консулдық қызметінің әділетсіздігіне қарсы күрестім. Сол заманда жұдырықтай камерамды алып шығып, видео арыз қабылдауды бастадым. Неге дейсің ғой? Ақылдылығымнан емес. Алдымен бірінші күні барлық ақпараттар жазбаша арыз жазғызып ап, ақпаратқа шулатып едік. Сол күні сол арыз бергенді делдалдары иттер арқылы тауып ап, мен саған жарты жылға көп мәрте виза берем, сен осы арызды жазуға бастамашы болған Жарқын Жеті деген жігіт, яғни Серікжан Біләштің сол кездегі қаламаты, сол жігіттің үстінен арыз жазып бер, біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің тексеруіне жауап береміз дейді. Сөйтсе алғы жерде 20 шақты қазақ
бізді алдап арбап, егер сендер арыз жазсаңдар, саған ақша береміз, арыз жазсаңдар, онда визадарыңды кезексіз шешіп береміз деді. Жарқын жеті деген делдал екен деп, менің үстімнен арыз жазып. Содан Қазақстанның сыртқы істер министрлігіндегі Марат деген жігіт, қазір фамилиясы есімде жоқ, ол делдал екен. Себебі Қазақстанның Үрімшідегі паспорттық визалық қызметі, яғни бейресми консулдығы, делдалдармен жұмыс жасамай, халыққа қолайлы болсын деп тіке жұмыс жасап, делдалдар далада қалып, сонымен консулдықты қызметтен кетіру үшін осындай арыз ұйымдастырып, іріткі салып жатыр деді. Атаңның басы мен делдал. Мен Гонконгта жұмыс істеймін. О кезде Гонконгта тірлігім бар, дүрілдеп тұрған бизнесім бар. Себебі Қазақстанда ақылы әжетхана сала алмай қалған кезіміз. Өзіңнің сатып алған үйіңнің құжатын бір жыл күтетін кез Қазақстанда. Өзіңнің табан ет маңдай теріңмен сатып алған үйіңнің құжатын пара беріп жүріп алатын кез. 2000 жылы телефон орнаттық. 101 доллар беріп телефон орнаттық. 6 ай күтіп. Үйіңе интернет қосу үшін түсініктеме жасатын кез Қазақ Телекомға 2001 жылы. Қазақ Телекомға интернетті неге пайдаланатындығым туралы түсініктеме жазғанмын. Халық қалды. Сол кезде Қытайдың ең сорлы Тибетінде, ең сорлы картаға түспейтін ауылында интернет бар, ADSL бар. Сол кезде Қазақстанның ең үлкен мегаполисі Алматыда Қазақ Телекомның бастығы анау Төлебидегі бұрынғы жылжымайтын мүлік орталығы БТИ ма? БТИдің артындағы анау бірдеңе деген бір жаңадан салынған бір супермаркет сияқты бар еді ғой сол кезде 2001. Соның артында Қазақ Телеком, Төлеби бірдеңе. Соған мен түсініктеме жазғам интернетті неге пайдаланатындығым туралы. Сондай сорлы артта қалған кезі. Міне. Сол мен не қылған делдал? Мен тек келдім Үрімшіге, әке шешем Үрімшіде тұрады. Алматы, Үрімші жаңағы ұлдарының ортасында қыдырып жүретін кезі марқұм әке шешеміздің. Үш ұлдың қолында кезек-кезек. Біз үш ұлмыз. Ал сол кезде қарасам Үрімшідегі үйде менің туысқандарым, жерлестерім, таныстарым, общем біздің былайша айтқанда менің сабақтасымның, ауылдағы досының, қайнатасының, ана екінші аймақтағы құдасының, жекжатының, нағашысының, жиенінің құдашасы деген сияқты болып келеді ғой. Үйде жатыр. Аяқтары шуашсасып. Анау 174 квадрат метр үйде жатыр екен. Ой, не болды? Виза күтіп, қанша уақыт болды? Сөйтсем, былтыр кезек алып, биыл кезектің уақыты толғанда келсе, тағы бір ай күт деп, сол бір ай Үрімшіде жатырмыз дейді. Американың визасын бір жыл кезек күтпейсің. Сонда Қазақстан Америкадан қиын болды ма деп, консулдың алдына барсақ, еңіреп, жылаған, зарлаған ел. Содан онда арыз жазайық дедік. Арыз жаздық. Тағы да Ауытмұқибек бар сол кезде. Тағы да Тоқтар Жақаш, анау Сұлтанхан Аққұлұлы, Дилара Иса деген үш тілшіні тауып алдық. Азаттықта Сұлтанхан Аққұлұлы, кейін Алашордашыны зерттеп үлкен ғылыми еңбек жазған. Жас Алашта Дилара Иса, сосын Жас Қазақта Тоқтар Жақаш болды. Ауытмұқибек Жас Алашқа жазғызды. Біз жаңағы үш журналисті мен өзім тіке таптым, хат жазып жүрмін. Ал содан арызды жазып дүрілдеткен кезде визаңды шешіп береміз кезексіз, бірақ Серікжанның үстінен арыз жазасың дегенде қазақтар 5 секундта Серікжанды сатады ғой. Сөйтіп бізді алдады, алданып қаппыз, делдалға алданыппыз деп, мені алаяқ делдал қап арыз жазып жүреді. Сондықтан бұл қазақтың сатқындығына, табанның бүрдің жоқтығына, имансыздығына, екібеткейлігіне, алданғыштығына, нанғыштығына, аңқаулығына, арсыздығына әбден зығырданым қайнап, енді өз сөзін өзі терістей алмайды деп, анау жұдырықтай Гонконгтан алып келген камерам бар, қалтамнан камера түспейтін кез. Алып келіп, өз еркіңмен ба, өз қалауыңызбен, сіз өз қалауыңыз. Қанша уақыт болды? Былтыр кезек алдыңыз. Ал биыл, міне бір жыл өтті, 12 ай өтті, 13 ай өтті, 15 ай өтті, 11 ай өтті. Үйіз алған жоқсыз. Қашан кел дейді, былай болды. Қанша ақша шығыныңыз кетті? Үйіңізді сатып бердіңіз, сатқасы. Қазір үй жалдап тұрып жассыз. Қанша балаңыз бар? Бәрін сұрап, видео арызды алып,
өзіміздің сол қазақтың ертең сөзінен қайтып қалмас үшін сіз қазір өз еркіңізде арыз бересіз ба бермейсіз өз еркіңізде. Осыдан сізге қысым жасаса қорқасыз ба? Менің үстімнен арыз жаз десе сатасыз ба деп тұрып сұрақ қойды. Сол видеоларды алып отырып арыз қабылдадық. Сосын қолын қойдық. Содан бүкіл Күлтегін Сен Қазақ Бозбала сайттарына жаздық. Жаңағы электрондық поштамызды тараттық. Сол электрондық поштамызға 3000-нан артық арыз келді. Сөйтіп көтердік. Міне 2009-дан басталды. Одан Қытайда қаржы пирамидасына қарсы күресті бастадық. Ішкі Қытайдың анау Вьетнам шекарасында Гуйлин, Чунчин, Зүйи қалаларына бардым. Өз ақшаммен қаңғып жүрмін. Чынду қаласында студенттермен кезіктім. Пекинде студенттермен кезіктім. Оның бәрі міне қазір Астана, Алматыда соның бәрі жиналып болды. Сөйдім пирамиданың атамандарымен сөйлестім. Сосын Шыңжаң газетіне мақала жаз десек, дәлел болмай жазбаймыз дейді. Дәлел тауып бер дейді. Дәлелді тауып, атаманды тауып, енді қазір атын айтпай-ақ қояйын, қазір Астанаға көшіп келген бір журналист жігіт бар. Сол жігіт телефонмен қонақ үйімде сөйлестіріп, ол оның бәрін дыбысын жазып алып, сол пирамида мәселесін көтерді, қаржы пирамидасын. Қазақтарыңды Гуйлин, Чунчин, Зүйиде деген 40-50 мың қазақ өріп жүр ғой. Кәдім қазақтың қаласы болып кеткен. Ойлашы, анау Вьетнам қайда, қазақ қайда? Сонда қазақтың орта шағын буржуазиясын өндіріс ашқан, склад ашқан, тауар таситын, кәдімгі шекарада сервис жасайтын, тойхана, ресторан ашқан, кәдімгі өзінің цехтары бар қазақтардың бәрін қынадай қырып жіберді ғой, тақыр қылды. Сол 2009-дан күресті бастағанбыз. Сол заманда біз бастадық. Оның алдында енді арысын айтпасақ, мынау Radio Free HD-де қазақтардың жайлауын тартып алған тақырыпты сонда тымпиып жүріп, шулатпай жүріп көтердік. Мына Radio Free HD-де қарасаңдар, Қытайдағы Шыңжаңдағы қазақтардың жайлауларын Қытайлардың заңсыз тартып алу мәселесін көтергеннің барлығын ол кезде біз жазып отырдық. Кім екенімізді білдіртпей, тіпті біздің хабар бергенімізді ескерткізбей жазып отырдық. Міне Құтыбидағы, Моридағы, Үрімжінің тауындағы, Нансандағы, сосын ана Қаражон жайлауы, соның бәрін біз көтердік. Ата-атағы үшін емес, тарихта қазақтың осындай қорлық көргендігі, ана жер үшін күрескендігі, Қытай билігінің ол қазақтардан ол жайлауларды қалай күшпен тартып алғандығы тарихта қалсын деп көтердік. Және халықаралық ақпаратқа шыққаннан кейін оның кейбіреулері, бәрі емес, кейбіреулері қазақтарға пайдалы шешілді. Себебі Қытай ол заманда істің насырға шабуынан қорқады. Күрес. Міне менің өз тәжірибем. Мен сіздерге бір кітаптағы теорияны оқып, анау бірдеңкені оқып, миларыңызды ашпаймын. Өзімнің тәжірибемді айтып отырмын. Ол мақтанғаным емес, ол пиарлатқаным емес. Мен кәдімгі ешқандай саяси күрес тәжірибесі жоқ. 2017 жылға дейін дос көшімменен Айдос Сарымды керемет ұлтшыл деп сеніп жүрген аңқау қазақтың біреу ретінде мен осыны айтамын. Міне. Мен соны істедім. Қолымды тықтым. Отырып ақыл айтқам жоқ. Қазақтар алға да қойғам жоқ. Мен істедім. Мен басымды тықтым. Аяғымды тықтым. Қолымды тығып ішіне кірдім. Қазақтар істеңдерші деп ақыл айтқам жоқ. Қазақтар алға, немесе секе алға, немесе анау бір әулие, анау бір интеллигент зиялы, анау бірдеңе шешеді, ана пәленшеге айтыңдар деп ақыл айтып қойып жатқан жоқ. Мен өзім кірдім. Немесе Бекболат аға айтыңдар, бұл қиын болыпты қазақтар, хат жазыңдар деп қойып, бір-екі мақала жазып қойып тымпиып отырсам отырам ғой. Мен өзім кірдім. Міне, сондықтан қазіргі қазақтың жігіттеріне де айтам, маған сенбе, Әбілязовқа да сенбе, Ержан Тұрғынбайға да сенбе. Тіпті ана биліктегі шыны бар, өтірігі бар ұлтшылдарға да сенбе. Кейде олардың кейбіреусі мәселе шешкенімен, олардың барлығы шынжырлы иттер. Оларға анау бір қорада бір ұзоғын шынжырға бір итті байлақ қояды ғой мойнына қарғы болған. Ол ит сол шынжыр жететін жерге дейін үреді. Біздің ең ұлтшыл деген интеллигент зиялың да, ең ұлтшыл деген депутатың да сол жаңағы шынжырлы иттер.
Бар болғаны сол. Бар болғаны сол. Сондықтан оларға да сенбе. Қазақ қандай кезде мықты болады? Өзін өзі құтқару күресін аттанғанда ғана мықты болады. Басқа амал жоқ. Басқа ешқандай амал жоқ. Мынау Қазақты атоммен қырмақшы деген лекциямды тыңдаңыздар. Мынау атомнан болған апаттар туралы толық егжей-тегжейлі мағлұмат берді. Енді қазақтар отырсыңдар. Анау Нұрғауын айтып қойды. Қазақтың перғауын айтып қойды. Біз атом электр станциясын саламыз деп. Өтіріктен Жапониядан ұсыныс түсті, Америкадан ұсыныс түсті, Ресейден түсті дейді. Оттаған сөз. Жапонияға салғызбайды біздің сұмырайлар. Ол Путинге салғызады. Путиннің бұйрығын орындау. Ол атом электр станциясын салады, Путинға 100 есе ақшасын төлейді. Сосын Алматыда, Шымкентте, Түркістанда, Қызылордада атом электр станциясын жарады. Сөйтіп қазақтар енді 3 ғасыр, 5 ғасыр үрім бұтағымен ауырып, құйсын, сорлайсын. Мақсаттары сол. Мақсаттары сол. Мен ол лекциямды айттым. Атомның қандай зиянды екендігін айттым. Қалай адамдарды қор қылатындығын айттым. Бұл жерде мен қайталамайын бір сөзімді екіге. Себебі оқырмандардың кейбіреусі естіп алған болса жалығып та қалады. Соны тыңдаңыздар. Қазақты атоммен қырмақшы дегенде. Ал міне 993 қазақ отырсыздар, 508-іңіз лайк басыпсыздар, қалғаныңыз 10 тонна саусақтарыңызды көтергеннен ерініп отырсыздар. Міне қазақ. Сүле соқты, сел қос. Қаншауың осыны құдаңызға жібердіңіз? Қаншауыңыз курстасыңызға, кластасыңызға жібердіңіз? Қаншауыңыз құда жекжатыңызға жібердіңіз? Мұнаны лайк баспай отырғандар сол кембінің аңдушылар. Олар анау 2017-2018-де мені 4 мәрте ескерту беріп, 2 рет үйімнен тұтқындағанда, мұнандай қалың қып менің бүкіл лекциямды WhatsApp-та таратамыз о кезде. YouTube деген жоқ. Бүкіл лекциямды ана қожайындардың тіліне, орыстың тіліне аударып, оған характерство жазады екен. Сонда мен айттым, мен мұнан бере салыңдаршы бізге. Орысша аударта алмай жүрміз. Міне. Мынау кембілер ғой қалғанына, лайк баспай отырғандар. Егер кембі болсаңдар, саусақтарың сынсын, күбірткі жесін, алапес болыңдар. Саусақтарың алапес болып кетсін. Міне. Әзілшін аралас, Сондықтан қазақтар белсенді болайық. Өзімізді өзіміз оятайық. Өзімізді өзіміз оятайық. Басқа шара жоқ. Басқа бізді құтқаратын ешкім жоқ. Көктен әлі Иса пайғамбар түспейді. Исаның көктен түсуіне білмеймін қанша уақыт бар. Әлі ерте ау. Себебі Иса түсу үшін Даджал шығу керек. Даджал шыққаннан кейін Иса түседі. Даджал әлі шықпаған шығар. Білмеймін мен. Сондықтан біреу келіп құтқарады деп тәтті қиялданбаңдар. Қазақтар үнемі ақыл айтқышсыңдар. Айтыңдер, бүйтіңдер, әйтіп істеу керек, бүйтіп істеу керек. Мен қаншама интеллигент зиялыға бардым. Ақыл айтады. Біз енді ақыл айтуды қойып, істейік. Қазақтар бидай егіңдер. Бидайды жақсы, оны диірменге тартса ұн болады. Ұнды суға қосып илеп, отқа пісірсе нан болады деудің керегі жоқ. Істе өзің бидай ег. Әр қазақ ояну керек. Әр қазақ, мен жаңа өз өмір жолымды неге айттым? Мен жай ақыл айтушы емес, мен қолымды тығып тұрып, батпаққа тығып тұрып, сол отына да, суына да секіріп кірген өзімнің күрес тәжірибемді айтып отырмын. Мен ол кезде толық саясатқа кірген жоқ едім. Бірақ жылаған, шырылдаған, құқы тапталған қазақтарды көргенде шыдамай кеттім. Жүрегімдегі әділетшілдік сезім мені тыныш жатқызбады. Мен сол үшін жүгірдім. Мен сол үшін осы жұмысқа кірдім. Әрине басым бәлеге қалды. Бірақ мен разымын. Разымын. Себебі жүрегім осымен тынышталады. Рухым осымен тынышталады. Жақсы көрем осыны. Мен сол жылап еңіреп келген сол қазақтың алдымнан соның разы болмай қайтқаны жоқ. Аттарын да білмейм. Алматыда жүрсем,
орталық мешітте, тағы басқа жерде тойда кездесіп, 2009 жылы сіздің арқаңызда өстіп, құжатым шешіліп, қызымды 5 жыл көре алмай, қызым 18-ге толғанда әрең алдырттым, сол сіздің арқаңызда жетеді. Мен ешқайсының түрі есімде жоқ. Бірақ соның барлығы шексіз құдірет иесінің базасында сақтаулы тұрады. Мынау күллі ғаламды жаратқан, ештеңкеге мұқтаж емес, бүкіл біздің ақпаратымызды, істеген ісімізді, ойлаған ойымызды, жазған жазуымызды бәрін жазып отыратын бір құдірет иесі бар. Сол құдірет иесінің ақпаратында оның бәрі жазулы тұрады. Болды. Ол жақсылық қайтады. Ол жаңағы сенен жақсылық көрген адамнан қайтпайды. Мүмкін ол сені сатып кетеді, оған ренжіме. Мысалы, бізден жақсылық көріп, бізді сатып кетіп, бізге жау болғанның өзі қаншама. Жақсылық көріп отырып, рахмет айтпай, міндеттейтіні қаншама. Оған мен ренжімейін. Бір қазақ сатса, екінші қазаққа жақсылық істеймін. Екінші қазақ сатса, үшінші қазаққа жақсылық істеймін. Себебі жақсылықты ол сенің жақсылығыңды білсін деп істемейсің. Анау шексіз құдірет иесінің ана ақпарат базасындағы бонусын көбейсін деп істейсің. Сенен жақсылық көрген адамның сенің жақсылығыңа борыштар болу, рахмет айтуы міндетті емес. Егер ол Құдайдың сүйікті құлы болса, аружданы бар болса, білім деңгейі, IQ-ы, ақыл парасаты, жаңа қулығы, иманы деген факторлар жеткілікті болса, ол сенің жақсылығыңды біледі. Иманы жеткілікті болса, Құдайдың разылығы үшін жақсы біледі. Ұяты жеткілікті болса, ұят болады, жақсылығын білмесек те жақсы. Ал қулығы жеткілікті болса, бұл адам бір рет жақсылық істеді, екінші рет тағы жақсылық істейді, сондықтан сатпайын дейді. Ал егер таза дүлей, не ақыл жоқ, не ми жоқ, не иман жоқ, не ары жоқ, не қулығы жоқ, сұмырай болса, Құдай атқан сұмырай болса, ол сені сата салады, жау бола салады. Бірақ оған ренжімеймін, мен ренжімеймін мысалы. Себебі мен жақсылықты ол үшін істеген жоқпын. Мен ұлттық мүдде үшін істедім, және Құдайдың разылығы үшін істедім. Сіздер де осы методиканы, осы әдісті қолдаңыздар, осы тактикамен істеңіздер. Сөйтіп қазақты оятыңыздар. Сіз қазір осы лекциямды бөлісесіз. Мысалы, бұрынғы күйеуіңіздің қазіргі келіншегіне, немесе қазіргі әйеліңіздің бұрынғы күйеуіне бөлісесіз, мысалы, образдап айтқанда. Құдаңыздың құдасына, құйрықтың сорпасына жібересіз, мысалы, жіберіңіз. Ол сізді ұрсып тастайды, не керек маған дейді. Екінші рет тағы жіберіңіз. Ол блоктамайды. Үшінші рет тағы жібереді. Тыңдап көрші жай. Тіпті жай тыңдап көрші. Немесе мына жақсы ұйықтатады, ұйқың қашқанда тыңдады. Немесе туалетте отырғанда тыңдашы деп қой. Туалетте отырғанда тыңдасаң есті кетіреді екен деп қой. Сөйтіп айта бер, жібере бер, ұйымдастыра бер. Міне бұл сенің ұлтқа істегенің. Қойшы қойымен, жылқышы жылқысымен, ақылы бар ақылымен, малы бар малымен, күші бар күшімен, батырлығы бар батырлығымен, шешен шешендігімен, картоп егуші картопымен істеу керек. Сонда тұтас ұлт бар бұйсамыз. Мынау демократиялық күреске қойысқан Еуропа халықтарын қара, Жапонияны қара, Корейдегі демократиялық күрестерді қара, Американың мынау Англияның отарлығынан құтылып демократиялық республика құрған күресін қара. Соны бір-екі адам істеп па? Оның ішінде ақылман интеллигенті бар. Мына Американың заңын тастай қылып жасаған заңгерлері бар. Қолына қару алып, кәдімгі атын жаза алмайтын сауатсыздар қолына қару алып, от майданда күресті. Сонда жатты ма соны? Кәдімгі Англияның әскерімен қару алып күресті, соғысты. Сонда олар жатты ма? Бір топ зиялы бар екен, сол заманда да айғайлап серік жандар шықты, сол заманда да сол Американың серік жандар, мыналар айғайлап жүр, бірден істейтін шығар, алға серік жан деп қойып, диванда жатты ма? Жоқ. Малы бар малмен көмектесті. Ақылы бар ақылмен көмектесті. Анау заңды тастай білетіндер Американың тастай демократиялық заңын жасады. Міне. Ал күші бар, қару алып күресті. Содан міне әлемдегі демократияның шамшырағы Америка құрама штаттары құрылды. Ал ақшасы барлар ақшасымен көмектесті. Киім өндіретіндер, тауар өндіретіндер көрпе, киім кешек жіберді, аяқ киім жіберді. Әйелдер аяқ киім тікті. Екінші дүниежүзілік соғыста да солай. Қолынан тоқыма тоқып, мына жылылық кеудешелер тоқып, тоқыма тоқитын әйелдер алдыңғы шепке жіберді.
Сонда бәрі әскери форма киіп, біреу ішінен жылылық киіп, біреу қалың, біреу жұқасын, біреу тығызын, біреу арасы тесігін киіп. Әркім сөйтіп көмектесті. Сонда сол әйелдер өзінің тоқыған бір кеудешесін, жылылық, күртешесін, сол анау бүкіл соғысты жеңіп кетті ма? Жоқ. Сол сияқты миллиондаған әйелдің киіміменен жаңағы соғыстағы азаматтарға бір физикалық жылу берілді. Екіншісі, осының бәрін мынау көз майын таусып отырып тоқыды ғой мына әйелдер. Мен осы халқымды құтқарып жатырмын деп мойнына жауапкершілік. Ал сол өзі атында білмейтін адамдардың жылуымен, көмегіменен күш алды, рухани күш алды, заттық күш алды. Жауға қарсы соғысты. Екінші дүниежүзілік соғыста фашистерді жеңетін соғыс солай болды. Ал қазақтар да солай. Сен өзіңді өзің құтқаруға, бақытты өмір сүруге, мынау нұр қауымның жүйесінен, нұр қауымның жүйесінен, мынау қазақ халқының бүкіл байлығын теспей сорып отырған 200 отбасыдан мынау Қазақстанда 19 миллион қазақты азат қылу үшін, шын мәнде қазақ халқының тәуелсіздігі үшін күресеміз. Шын мәндегі екінші Жоңғар соғысына қатысамыз. Мынау екінші Жоңғар қырғыны. Мынау екінші Ақтабан шұбырында Алқакөл сұлама. Ендеше қазақтар қазақты азат қылу күресіне атсалысыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, Америка Құрама Штаттарының Бостон шаһары Логан International Airport'тан.